Ұлттық чемпиондар деген кімдер? Экономикамызды өрге сүйреп келетін ірі компаниялардың барлығын осылай атай аламыз. Бәсекеге қабілетті көшбасшылар ұлттық чемпиондар атты бағдарламаның екінші кезеңі басталды. Чемпиондардың өндірістік рекордтары жайлы әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы айтып береді. Бәсекеге қабілетті көшбасшылар ұлттық чемпиондар бағдарламасының екінші кезеңіне қандай компаниялардың қатысатындығы сәуір айында жарияланады. Бастысы биыл бағдарлама аясында орта кәсіпорындар мен ірі компанияларда бақ сынайды. Жалпы салалар бойынша шектеулер алынып тасталмақ. Жылдық сауда айналымы 5 миллиардтан 70 миллиард теңгеге дейінгі компаниялар ұлттық чемпиондар бағдарламасына қатыса алады. Біздің мақсатымыз 10 шақты ірі компанияларды анықтау, ұлттық чемпиондар бола алатын. Бүкіл экономиканы, бүкіл обрабатывающий промышленность деген индустрияны алатын боламыз. Соның ішінде ауыл шаруашылық жағынан да экспортқа шығаратын компанияларды да қатысатын болады. Сондай-ақ бәсекеге қабілетті өндірістердің ауқымын кеңейтіп, экспорттық мүмкіндігін арттыруына көмек көрсету қарастырылған. Ұлттық чемпиондар бағдарламасының бірінші кезеңі өз тиімділігін дәлелдеді. Шараға еліміз бойынша 300 компания қатысып, ішінен 32 іріктелінді. Нәтижесінде 7 компания үздік деп танылды. Кейбір компаниялар өздерінің экспорттың нарығына шығарған өнімдерін 40%-ға дейін артты. 190 миллиард теңгеге ұлттық чемпиондардан қаржы инициативалар түскен болатын. Соның ішіне Бәйтерек холдингі 44 миллиардке мақұлдады. Енді 33 миллиард уже компанияларға берілді инвестиция арқылы. Бағдарламаның бірінші кезеңіне тамақ өнеркәсібі, машина жасау және құрылыс материалдарын өндіру сынды салалардан 27 компания қатысуда. Олар үшін халықаралық сарапшылармен бірлесіп 105 бастама әзірленген. 2018 жылға қарай компаниялардың табысы 170 миллиард теңгеге ұлғайып, шамамен 5000 жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Экспорт үлесі 35 миллиард теңгеге артып, импорттың басым бөлігі отандық өніммен алмастырылмақ. Бүгінде жарияланған 105 бастаманың 70%-ы іске қосылды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Ғани Алшынбаев, қорытынды жаңалықтар.